Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін біз биогумус жайлы сөз қозғайтын боламыз. Биогумус дегеніміз не? Биогумусты не үшін пайдаланамыз? Биогумусты қалай жасауға болады? Және калифорниялық қызыл құрт немесе калифорниялық қызыл шұбалшаң деп те айтады. Сол туралы мәлімет береміз. Биогумус деген не? Биогумус химиялық қоспалары жоқ 100% органикалық тыңайтқыш болып табылады. Жер ұзақ жылдар бойы зиянкестерге, арам шөптерге қарсы қолданылған пестицидтерден әбден уланып болған. Салдарынан жер өзінің табиғи құнарлылығынан айырылып мүлдем шаршаған, жалпы айтқанда. Химиялық жолдармен топырақты құнарландыру өте тиімсіз болып есептелінеді. Бәрі де біртіндеп химикаттардан бас тартуда, өйткені бұл тек зиянда ғана емес, тиімсіз. Мұндай тыңайтқыштарды қолданғаннан кейін жер міндетті түрде 2 жыл дамылдауы тиіс, яғни химиялық қоспалардан. Ал биогумусты пайдаланатын болсақ, ол керісінше топырақта өзінің пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, бір учаскені 2 жыл қатарынан пайдалануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар оның құнарлылығы да осы табиғи органикалық тыңайтқыштың есебінен артады. Бұдан басқа ол ауыл шаруашылығында өнімдердің құрамындағы нитраттарды азайтады және егіп отқан егіннің өнімділігін 10-30%-ға дейін арттырады. Енді осы биогумус не үшін керек? Биогумус жеміс-жидектер мен көкөністер, гүл өсіргенде жиі пайдаланылады. Егіп жатқан егіннің өнімділігін ешқандай химиялық қоспаларсыз табиғи жолмен арттыру үшін пайдаланылады. Аталмыш тыңайтқыштар өнімділікті арттырады және өнімнің мерзімінен тезірек жетілуіне көмектеседі. Сонымен қатар сақтау уақытын, жарамдылық мерзімі де ұзарады. Тыңайтылған топырақта өскен шөпті жеген мал тез семіріп, еті мен сүті құнарланады. Сонымен қатар өнім беру көлемі ұлғаяды. Бұл да тәжірибеден өткізіп дәлелденген. Биогумус неден жасалады енді? Осы сұрақ. Биогумус бірден айта кететініміз, тыңайтқышты өндірудің еш қиындығы жоқ. Биогумусты өндіретін калифорниялық қызыл құрттар бар. Сіздің жасайтыныңыз сол құрттарға қолайлы орта, яғни компост даярлап беру. Компост дегеніміз ол органикалық шірінді. Компостқа көбінесе органикалық қалдықтар, мысалы шіріген жапырақтар, шіріген шөп. Енді біздің елімізде ең көп жиі кездесетін, мысалы ауылдық аймақтарда малдың қиы, яғни көң деп атаймыз, сол да компост. Жарты жылдан асқан аттың көңімен қалай биогумус өңдеу керектігін, немесе бастамасы қалай болатындығын біз келесі видеомызда көрсетіп өтетін боламыз. Міне біз үй жағдайында қалай биогумус алу керектігін көрсететін боламыз. Мынау бізде аттан қалған көң болып 6 айдан асқан жатқанына. Осыдан қалай биогумус жасау керектігін, бастамасы қалай болатындығын көрсетіп өтеміз. Ең алдымен бұның астына біз куленка немесе жерден бөлек тұру үшін тегіс болу керек асты. Су бір жерге жиналып қалмайтындай болу керек. Шипір немесе кез келген нәрсе төсеуімізге болады. Енді біз міне үйде қалған шипырлардың қалдығын осы көңнің астына тастап, оны жақсылап үстін жуып, 2-3 күн сулап, ылғалды қылып, содан кейін жаңағы калифорниялық шұбалшаңдарды үстінен жем шашқандай шашып шығуымызға болады. Егер соның үстінде тұрған шұбалшаң шашқан кезде 10-15 минуттың ішінде соған кіретін болса, яғни ол дайындаған компостымыз сол шұбалшаңға азық ретінде бере беруге болады деген сөз. 10-15 минуттың ішіне, егер соның ішіне кіріп кететін болса. Және де бұның алдағы уақытта не істеуіміз керек? Міндетті түрде ылғалдылығын сақтап отыруымыз керек. 80-85% сулы болу керек. Және де
ашық жерде сақтауымызға болады, немесе жабық жерлерде. Негізінде төбесі жабық жерде жасасақ ол да болады. Оның тиімдісі мынау, ылғалдылық жақсы сақталады. Көп мөлшерде су шашып әуре болмайсыз. Ал сыртта тұрса, оның ылғалдылығын міндетті түрде қадағалап, үстіне көбірек су сеуіп, қорғатып алмауымыз керек. Үстін шөптің шірінділерімен жауып күннен қорғайтындай етіп ылғалдылық сақтап отыруымыз керек. Немесе кейбір жерлерде ящиктерге салып та істей береді. 1-2 ящикті алады да, соны бір-бірімен ауыстыру арқылы, біреуінде биогумус дайын болғанда екіншісіне ауыстырып, солай ящик арқылы да үй жағдайында істеуге болады. Біздікі енді мына сырттағысы қалай істелінетінін көріп отырмыз. Бұл енді көп мөлшерде жасаған кезде қалай болады. Көп мөлшерде 140-100 тоннадан, 200 тоннадан істейтін болсаңыз, онда міндетті түрде сыртқа істеуге тура келеді. Немесе үлкен қоймаларда жасауға болады. Және де осы 1 тонна көңге кез келген малдың көңі жарай береді оған. Сиырдікі, қойдікі, аттікі, бірақ 1 жылдан асқан болу керек. Қойдікі мен тауықтың көңдері 1 жылдан асқан болу керек. Сонда оған сала беруімізге болады. Және де 1 тоннаға 10 мың шұбалшаң салсаңыз егер, сол жарты жылдың ішінде сізге 60%, яғни 600 килограмм биогумус бөліп береді. Және де алдағы уақытта көрсететін боламыз, осы дайын болған биогумустан қалай біз осы калифорниялық шұбалшаңдарды бөліп алуымызға болатынын да көрсететін боламыз. Қазіргі таңда осы ауылды аймақтарда 2-ның 1-ның үйінде осындай көңдерді сыртқа шығарып, қоқысқа лақтырып жататын кездеріміз болады. Міне осыны біз пайдаға асырып, бұдан да ақша жасауға болатынына көз жеткізсек болады. Осылай аз мөлшерде үйде бірінші дайындап, қолымызды үйретіп жасап көруімізге болады. Міне бізде мынау калифорниялық шұбалшаңдардың бір-бірімен шағылысу. Осыдан жұмыртқа пайда болады әрқайсысында. Екеуінде де бұларда аталық, аналық типін болмайды. Сондықтан екеуінде де бұл жерде жұмыртқа пайда болады. Сол жұмыртқадан 21 күннің ішінде бұлар, егер температурасы жақсы болатын болса, 21 күннің ішінде жарып шығады. Бұл шұбалшаңдар көбеюі тез, өте жылдам шұбалшаң болып есептелінеді. Алдағы уақытта қажет болып жатса, төмендегі номерге хабарласып, сұрақтарыңыз болса, кез келген уақытта сұрай берулеріңізге болады. Калифорниялық қызыл шұбалшаң, қызыл құрт деп те айтады. Сол жайлы айтып өтетін болсақ, калифорниялық қызыл құрты американдық бар еді, 50-ші жылдары кәдімгі қи құрттарының негізінде өсірген. Басты артықшылығы бұл құрттардың басқа жабайы құрттар кәдімгі. Олар түрлі қоректер іздеп өсіретін жер тастап кетуі мүмкін. Ал калифорниялық қызыл құрт өсіретін жер тастап кетпейді. Және бұлар ұзақ өмір сүреді. Сонымен қатар жануарлар мен құстардың, әсіресе тауықтардың рационында құрттар биомассасын қосу өнімнің көп болуына және оның сапасын жақсартуға да көмектеседі. Тауықтардың жұмыртқа салғыштығы шамамен 20%-ға дейін, ал сауылатын сүт мөлшері 22%-ға дейін артады. Өмір сүру ұзақтығы осы калифорниялық қызыл құрттардың 16 жыл, бұл кәдімгі жауын құрттары кәдімгі. Содан 4 есе артық болып есептелінеді. Бұлардың ұзындығы 6-9 сантиметр, ал қалыңдығы 3-5 миллиметр болады. Үлкенінің салмағы 0,2-ден 1 граммға дейін болады. Бұлар жұмыртқа арқылы кокон деп те атайды орысшасы енді. Содан 14-21 тәулікте жарып шығады. Шыққан шұбалшаң шамамен өсу уақытысы үлкен, яғни ең максималды үлкен дәрежесіне жету 90 және 120 күнде өсіп жетіледі. Жаңағы кокон әрбір жұмыртқадан шамамен 2-ден 21-ге дейін шұбалшаң болады.
жаңағы айтып өткеніміз 14-21 тәулік дегеніміз, егер біз оларға қолайлы жағдай, яғни температура 19-20 градуста болатын болса, сондай тәуліктер шыға алады. 5 градус, плюс 5 градустан төмен түсіп кететін болса, немесе 40 градустан жоғары болып кететін болса, плюс, ондай жағдайда оларға тиімсіз орта болып, олардың көбеюі де азаяды, жұмыс істеуі де өте нашарлай бастайды. Ең тиімдісі ол 19-20 градусты сақтап отыру керек. Және жылына бір шұбалшаң шамамен 1500-ге дейін өседі, көбейе алады. Калифорниялық қызыл құрттар бір күнде өзінің массасына тең биогумусты өңдеп шығарады. Қаржылық жағынан, егер сіздерді осындай бизнес қызықтырып, өзіңіздің үй жағдайыңызда жасағыңыз келсе, төмендегі нөмерге хабарласуыңызды сұраймыз. Және де бүгінгі берілген ақпараттар сіздерге ұнаған болса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ол